Крахмалдың қышқылдық гидролизі. Крахмалдың гидролизі қышқыл ертіндісінің қатысында жүреді. Стақанға крахмал ертіндісін құйып, үстіне күкірт қышқылын қосамыз. Қоспамызды қыздырған кезде гидролиз процесі жүреді. Крахмалды қышқыл қатысында гидролиздегенде глюкоза түзіледі. Крахмалдың бар екенін анықтау үшін бірнеше сынауыққа су құйып, үстіне йод тамшысын тамызамыз. Сынамамыздың құрамында крахмалдың бар екенін йодты ертіндіміздің көгергенінен көруге болады. Гидролиз әлі біткен жоқ, және сынамамыз крахмалдың бар екенін көрсетіп тұр. Крахмал гидролизденіп, глюкоза түзілгенше қыздыруды тоқтатпаймыз. Үшінші сынамамызда да крахмалдың бар екенін көруге болады. Келесі төртінші сынамамызда түсі өзгерген жоқ, яғни йод ертіндісі көгермейді. Крахмалдың гидролизі аяқталды. Стақанымызда глюкоза бар екеніне көз жеткізейік. Глюкозаның сапалық реакциясы мыстың еківалентті гидроксиді болып табылады. Ол үшін ертіндіні салқындатып, бір сынауыққа сынамасын құйып алып, натрий гидроксиді ертіндісін қосамыз. Содан соң пипеткамен мыстың еківалентті сульфатын тамызамыз. Көк түстің пайда болуы мыстың еківалентті сахаратының түзілгенін білдіреді. Бұл ертіндіде альдегид тобының бар екенін білу үшін ертіндіні қыздырамыз. Альдегид тобы болса қыздырғанда қызыл түсті мыстың бір валентті оксиді түзіледі. Мыс бір валентті оксидінің қызыл түсті тұнбасы түзіледі, яғни ертіндіде глюкозаның бар екенін